Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақта желкені өсіру үшін тапсырманы істейміз. Шракты біз басқа сабақтарда былай істеп көрсеткенбіз. Ал бұл жолы мынандай орындықтар болады. Бұл орындықтарды түзу 90 градусқа болады, былай жатқызуға болады. Соны сәл жатқызып, жақынғы столда шырақ жасау деп айтамыз ба, қазақша қалай айтамыз? Жалпы гантельді ұстап аламыз дағыны, жақынғы столға былай алтымызбен жатамыз. Кәдімгі денеміздің өз формасымен түзіп жатыр. Міне, мен ең түсіп тұрған жоқпын, бірақ жақынғы болғандықтан түсіп тұрған сияқты көрініп тұрған шығар. Шырақ кетті бір. Бұлай сөзекті болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 реттен, 8 реттен, 12 реттен істесеңіздер болады. Массаға салмақ жинау үшін, дене шығару үшін істейтін тапсырмаларды осылай 8 пен 12-нің арасында көп істеу қажет жоқ. Егер де сіз шыдамдылыққа, төзімділікке және де жалпы күш жинап жалпы формада болу үшін орындайтын болсаңыз, 15 істесеңіз болады, 20 істесеңіз болады, 25 істесеңіз болады. Енді өзіңізге байланысты. Мысалы үшін 20-дан 3 бақы болады. Бірақ салмақ жинау үшін 8 пен 12-нің арасы одан көп жинауы көп істеу қажет жоқ. Және де 8-ді әрең істеу керек. 8-ді әрең істеу үшін сіз сонда мен қазір мына жерде 5 килограммды оңайырақ көтеріп тұрмын ғой. Үш есе ауырлау болады және 15 килограмм ба, білмеймін. 15 килограммнан асып кетсе, мысалға мен темірді басқара алмай қаламын, темір мені басқарып кетеді. Сондықтан мен өзім басқару үшін жобамен 15 килограмм айтып тұрмын. Енді әркімнің өзінің күші әртүрлі болады және тренировкаға сіз жиі келіп жүрген болсаңыз, сізге салмақтар жеңіл көрінетін болады, ауырлау алатын болса. Жалпы өздерінің салмақтарын білесіздер, бірақ сілкінбей өз күшіңізбен істейтіндей болу керек және де сол максималды әрең істейтіндей жағдайда болсаңыз, сол кезде масса жинайсыз. 2 айда бір рет жай салмақ қосу керек, жылдан қосудың қажеті жоқ, асығудың қажеті жоқ, нәтиже 5-6 айда шығып қоя салмайды. 2 айдың ішінде, 3 айдың ішінде сәл нәтиже бар секілді көресіз, бірақ нағыз жақсы болу үшін кемінде 6 ай немесе 1 жыл орындасаңыз, жақсы орта қарапайым деңгейде нәтиже береді деп айтуға болады. Қатысқандарыңыз үшін рахмет, осы видео көргендеріңіз үшін рахмет. Тіркеліңіздер, қазақша видеоларды қолдайық, және де лайк басып, комментарийларды бөлісіп, қандай сабақтар қалайсыздар алда және де қандай талаптарыңыз бар немесе қандай кемшіліктер болып айтсаңыздар жетілдіре береміз.